Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Бүгін сіздермен бірге қуырылған шпараларды жасайтын боламыз. Ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне тұз саламыз татымына қарай. Сары май. Суымыз саламыз. Қопсытқыш. Жақсылап тұрып, массаларды араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр болады. Қамырымызды жақсылап илеп, тоңазытқышта 1-2 сағат қойдырып, қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымызды енді жаятын боламыз. Жұқалау етіп жаямыз. Тұшпараның қамырын кәдімгі тұшпаранікі сияқты дәл осылай видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Арасын 6-7-8 сантиметр қылып кесіп алуларыңызға болады. Қамырымызды кесіп алып, дәл осылай орап қоямыз қайыс қалмау үшін. Енді бауырсақ қырғыштың көмегімен арасын 7-8 сантиметр етіп кесіп аламыз. Тұшпаралардың ішіне картошка саламыз. Картошканы қайнатып алып, сүт, сары май, қара бұрыш, тұз салып езіп аламыз. Міне чайник қасықпен 1 қасық ішіне салып, толтырмастан салып, тұшпараларымызды түйетін боламыз. Жақсылап тұрып басып аламыз, өйткені қамыр тұшпараларымыз қуырғанда ашылып кетуі мүмкін. Соның үшін жақсылап тұрып мекемдеп жауып аламыз. Дәл осылай барлық тұшпараларымызды түйіп алатын боламыз. Міне барлық тұшпараларымызды түйіп алдық. Енді отқа майымыз қойып, бұны қуырып алатын боламыз. Майымыз қызып шықты. Тұшпараларымыз салып қуырып алатын боламыз. Қатты қызып тұрған майға салып аламыз. Екі беті қып-қызыл болып піскенде алатын боламыз. Ал міне тұшпараларымыз пісті, енді алатын боламыз.
Достар, біздің қуырылған түшпәраларымыз дайын. Үйде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымнан күнделікті жаңа видеолар шығатын болады.